Біздің отбасымыз мейірім мен өнерге толы шағын ғана шаңырақ. Біз үшін отбасы ең қымбат қазына, ең үлкен бақыт. Біздің үй әр күн өнермен өрнектеледі. Әкеміздің домбыра үні шаңырағымызды шаттыққа бөлейді. Домбыраның қоңыр үні қазақтың жаны, ұлттық рухтың белгісі. Әкесі домбыра шерткенде қызымыз отырып тыңдайды. Кейде бірге қағып көреді. Олар ұлттық өнерді жақсы көреді. Ал мен Ханшайымның анасы қолөнер шеберімін. Әшекей бұйымдар жасап, әрбір тасқа өз жүрек жылуымды қосам. Осы арқылы табыс тауып қана қоймай, осы салада мастер-класстар өткізіп, оқушылар да дайындаймын. Қолөнер сабырдың, нәзіктіктің және сұлулықтың көрінісі. Әр бұйымды ерекше махаббатпен жасаймын. Қыздарым маған көмектескенді жақсы көреді. Кейде моншақтарды тізіп өзіне де жасап алады. Мен де өскенде сіз сияқты шебер боламын дейді. Біз отбасымызды мақтан тұтамыз. Өйткені шебер ана, өнерлі әке бар жерде ұлттық құндылықтарды құрметтейтін бақытты балалар өсіп шығады. Біздің отбасымызда еңбек пен өнер қатар жүреді. Өнер мен еңбек арқылы біз ұлттық құндылықтарды балаларымыздың бойына сіңіреміз. Біз үшін ең бастысы бірлік, отбасы тәрбиенің бастауы, отбасы махаббаттың мекені, отбасы бақыттың белгісі. Молодец. Плay.